Саламатсыздарбы балалар, әдебиет сабағына қош келдіңдер. Бізде бүгін әдебиет сабағы, кәні орнымыздан тұрып, ширату жаттығуды түзіп жіберейік. Қолымызды созайық, күннен жылу алайық, күннен алған жылуды жүрекке әкеп салайық, жүрекке салған жылуды басқа елге сыйлайық. Ал енді біз топқа бөліндік, Ал енді топтың аттары қандай екен? Ал енді біз неге осы жер, күн, ай тобына бөліндік? Неге жер, ай тобына бөліндік? Айдан айта қойшы. Ғарыш несі? Ғарыш бөлімі өтіп жатырмыз, тамаша. Ал енді осы тобымыздың атын қорғап өтейікші. Топ туралы, күн туралы не білесіңдер? Айта қойыңыз. Күн жерге ең жақын жұлдыз. Күн жерге ең жақын жұлдыз. Тағы да? Күннің жарығы жерге 8,5 минутта жетеді дейді. Айта қойыңыздар деп. Күн қызған газды шар. Күн қызған газды шар дейді. Өте керемет. Ал енді жер туралы не біледі екен? Айта қойыңыз. Ақперіште айта қой. Жер өмір сүріп жатқан планетамыз. Жер бізді қоршаған ортамыз дейді. Өте керемет. Ал ай тобы кім? Айша кәдім айта қой. Жердің ең жақын серігі. Тағы не айтамыз? Айта қой. Ай өзінен жарық шығармайды. Ай өзінен жарық шығармайды дейді. Дұрыс, өте дұрыс балалар. Ал енді тобымызды топ басшыларын сайлап өтейікші. Топ басшыларын сайлаңдар. Балалар, бүгінгі сабағымызды төңкерілген сабақ әдісі бойынша өтеміз деді. Мен сендерге үйге 81-ші сабақ аман қайтып кел звездочка тақырыбын оқуға бердім. Оқып келдік па? Оқып дайындалып келдік. Ал енді дайындалып келсек, біз қазір ширату тапсырмалары ойлан айдарымен жұмыс жасайық. Тақтаға қараймыз. Тақтада не көріп тұрмыз? Суреттер көріп тұрмыз. Ал енді осы суреттерді ұқсастық тауып сөздерді қай суретпен сөздері ұқсасып тұр екен? Кәні кім табады? Қайсын табар айта қойшы? Жылан құлан. Жылан құлан дейді дұрыс. Кім айта қой кәні? Ит кит дейді. Тағы да диас. Қарға арба. Санжар. Парақ, тарақ дейді. Бегінұр. Айта қой. Ай дейді. Балалар, енді ғарышқа ең тұңғыш ұшқан ғарышкер Юрий Алексеевич Гагарин туралы мен сендерге кішкене түсініктеме жүргізіп кетейін. Бұл кісі 1961 жылы 12 сәуірде Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа ұшқан тұңғыш ғарышкер екен. Бұл 1 сағат 45 минутта бүткіл аспанды ғарышты шығарылап, қайтадан жерге аман есен қонған кісі екен. Бұл кісінің есімімен қазір көптеген үлкен оқу орындары, қалалар аталады екен. Ал енді кішкене видеодан үзінді көріп жіберейік. Балалар, бұл жерде біз не көрдік? Ғарышкерлер туралы. Ғарышкер сонда қай жерде орналасқан екен ғарышкер иесі? Орналасқан екен. Балалар, сабағымыздың келесі бөлімі анықта айдады. Мен 3 топқа 3 тапсырма жазып қойдым. Біз мынау аман қайтып келді звездочка тақырыбын үйден оқып келдік. Осы бойынша сұрақтар берілген. Ал енді әр топ өзінің сұрағына дайындалыңдар. Мәтіннен тауып оқимыз қазір соны. Ал бірінші топ дайынбыз ба? Ал қандай сұрақ берілген екен бұл жерде? Айта қойыңыздар.
Ошалына прокурор қозғалушыларының көрсетілген дауысы сондай күшті бөліп шықты да от жалынын шұғыларды көзден айып болды. Тамаша, бұл ұшқан кезеңінде, ғарыштың ұшқан кезеңінде. Ал үшінші топқа қандай тапсырма берілді? Кәні оқиды, айдана оқиды қойшы. Ғарышқа ұшатын итке қандай ат қойды? Ғарымда оның біле үшін ғарышқа итті ұшырды. Ал мәтін тарafta кім оқиды? Кәні Аханбек Нұр оқиды ғой. Иттің атын сұрасам оған ат қоймапты. Ғарышқа ақыл жол болғанды жіберуге бола ма? Болмайды ғой, ат алып жіберіп болды. Мен тек өткен уақыт жерге қоя бердім де аман есен болып звездочка дедім. Жинағандардың бәрі осалыпты. Құттықтап звездочка болсын деді. Иә, сонымен итке қандай ат қойыпты? деген ат қойыпты. Келесі біздің бөліміміз құрастың айдары. Бұл жерде бізге мәтінде 5 бөлім берілген, 5 бөлім оқыдық па? Енді сол 5 бөлімге ат қойыңдар дейді, әр бөлімге бір-бір ат қойып шығыңдар дейді. Ал енді бірінші бөлімге біз қандай ат қояйық? Кәні кім айтады? Қандай ат қойсақ болады екен? Аға, кәні Ислам айта қойшы. Ғажайып ғарыш деген ат қойсақ болады дейді. Аға, Санжар екінші бөлімге қандай ат қойсақ болады? Сары ала ит. Ол кезде не алып келді? Сары ала күшікті алып келді. Үшінші бөлімге қандай ат қойсақ болады? Диас айта ғой. Қоштасу. Иә, олар кіммен қоштасып жатыр? Сары ала итпен қоштасып жатыр. Келесі төртінші бөлімге қандай ат қойсақ болады Ерсұлтан? От жалын зымырап. От жалын зымырап. Енді зымырағымыз не істеді? От жалын шығарып аспанға ұшты. Ал бесінші бөлімге қандай ат қойсақ болады? Айдан айта ғой. Шаттық пен сенім. Иә, ол соңында 5-ші бөлімде қандай болды? Кімдер қуанды? Кімдер қуанды соңғы бөлімде? Иә, ал енді тексеріп өтейік. Дұрыс қойдық па біз? Иә, атын дұрыс қойдық. Енді дәптерімізді ашамыз да, осыны дәптерге жазып аламыз. Топпен жұмыс жасаймыз. Мен 3 топқа 3 түрлі тапсырма беремін. Сол тапсырма бойынша отырып тапсырмаларымызды орындаймыз. Бірінші топқа 5 жолды өлең. Сендер 5 жолды ғарышкер деген сөзден 5 жолды өлең құрастырып жазып шығыңдар. Екінші топқа сұрақ: қандай ұшқыштарды білеміз? Қандай ұшқыштарды білеміз? Үшінші топқа ғарышқа ұшқан жануарлар туралы қандай жануарлар туралы білеміз? Сол туралы жазамыз. Енді кім шығып қорғайды? Бірінші топта кел, екі оқшы келіп қорғандар. Тыңдаймыз. Бірінші 5 жолды өлең дейді. Ғарышкер заңкесін төзімді, ақылды, сынесін ұшады, зерттейді, дайындалады. Ескір білім ғадарын алғашқы ғарышкер, сөйлем ғарышқа ұшушы, стимул. Дұрыс па екен балалар? Бағалай жүрмейікші енді. Өте керемет. Ал бірінші топ отыра қойыңдар, өз-өзімізді мадақтап қояйық. Ал екінші топ. Келіңдер, кім қорғайды, кім келе қойды? Қандай ұшқыштарды білеміз? Екінші қазан күні ұшты. Талғат Мұсабаев 1998 жылы бірінші рет ұшқан. Ғарышта 126 күн болған. 1998 жылы екінші рет ұшқан. 28 күнін ғарышта өткізген. 2001 жылы үшінші рет ұшқан. Ғарышта 8 күн болған. Айдын Айымбетов 2015 жылы ғарышта 10 тәулік болған. Керемет. Талғат Бекединов деген кім екен? Ол Ұлы Отан соғысына ұшқыш болған ардагер екен. Бұл неше мәрте? 2 мәрте Бақыр атасын, 23 жасында 2 мәрте Бақыр атағын алған екен. Үшінші топ. Келеміз, тапсырмамызды қорғаймыз. Ал енді үшінші топқа қандай тапсырма берілді? Оны қалай орындады екен? Талап тыңдаймыз енді. Жануарлар туралы беріліпті бұларға. 1929 жылы 2 маймыл ұшты. Біреуі өлі, біреуі тірі қайтты. Және мысыр саспаққа Лайка есімді ит ұшқан. Ол ит өлді. 1960 жылы олар Белка мен Сурека есімді иттер ұшты. Олар тірі келді. Содан кейін адамдар да ғарышқа ұшуға кетті. Ғарышқа Белка мен Сурека не істеді дейді? 60 жылы ұшып, олар не келді? Тірі келгеннен кейін барды кімді ұшырған екен? Адамдарды 1961 жылы кімді ұшырды? Ең тұңғыш ғарышкер ұшырды. Өте керемет жұмыс жасапсыңдар. Бірінші, үшінші топты бағалап жіберейік кәні. Үйден жақсы дайындалып кетті.
тапсырмамыз анықта айдары. Тақтарға қарап, мынау ребусты шешейікші. Қандай сурет көріп тұрмыз бұл жерде? Иә, ребусты шештік па? Қандай сөз шықты бұл жерде? Талап айтамышы? Естелік деген сөз шықты. Естелік дегеніміз не екен? Айтамышы? Естелік ол адамның өзінің ойынан шығып, соны күнделікке жазуды біз естелік дейміз. Бұл кімнің естелігі? Кімнің естелігін алғаш қандай белгілі айтамышы? Юрий Гагариннің амақ айтып звездочка деген туындысы естелікке жазған екен. Иә, бұл естелікке жатады екен. Енді бағалау қарарын аламыз, топ басшылары. Балаларымызды бағалаймыз. Ал балалар сендер дескрипторларды алыңдар. Дескрипторге өзіміздің бүгінгі сабаққа жауап бергеніміз бойынша бал қоямыз. Балалар, жазып болсақ, үйге сендерге тапсырма. Мен ғарышкер боламын деген тақырыпта сурет салып келеміз. Тапсырма түсінікті ме үйге? Иә.